Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зе Құлымбет. Егер Зе Құлымбет арнасына бірінші рет кіріп отырсаңыздар, онда лайктарыңызды басып, астыға түсіп, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Және осы видеоның аяғында сіздерге арнайы сыйлығым бар. Ол сыйлықты қалай алу керектігін мен тек қана видеоның аяғында айтатын боламын. Егер білсеңіздер, мен фондовый рынокқа инвестиция жасап отырамын. Дәл қазір менде американдық компаниялардың акциялары бар және қазақстандық компаниялардың акциялары бар. Әрине өте көп емес, сонда да аз болса да соғанда шүкірлік етеміз. Және ол компаниялардың бір жақсысы дивиденд төлейді. То есть менің өзім стратегиям бойынша мен тек қана дивиденд төлейтін компаниялардың акцияларын сатып алып отырамын. Және сіздерге соны қазір өзімнің арнайы трейдернет мобильдік приложение арқылы өзімнің портфелімді көрсеткім келеді. Менің телефоныма назар аударайық. Етекте сұрпа бетте лайктарыңыз Зе Құлымбетке. Так, запись экраннан қостым. Мынау жерде менің трейдернет мобильдік приложениясының қазақстандық шоты, қазақстандық фондовый рынокқа инвестиция жасап жатқан шотым. Баланста бізде 22.364. Оны астыға түссеңіздер КЗТ 616. Осы кеше ғана қателеспесем маған дивиденд түсті. Оны қазір сіздерге көрсетемін, қай компаниядан түскенін. Және астыға түссеңіздер открытие позиций. Бұл жерде менде 3 компанияның акциялары бар. Бірінші КЗТ, Қазтрансойл қателеспесем, екіншісі Кегок, үшіншісі Халықбанк. Халықбанкты бәріміз білеміз, бәрімізге әйгілі. Халықбанктың 75 акциясы бар, Кегоктың 7 акциясы және Қазтрансойлдың 2 акциясы бар. Маған осы кеше ғана Кегоктың акциясынан дивиденд түсті. Қазір сіздерге көрсетейін қанша түскенін. Кегоктан түскен акция бізге 539.63 теңге түскен. То есть бір акцияның бағасы примерно 77.09. Оны сіздер Google'дан немесе официальный сайтынан көре аласыздар. Кегок қанша аударғанын бір акция үшін. Міне мынау жерде бізде 539 теңге дивиденд түскен. Бұл дивиденд Кегок акциясынан түскен 2 ноябрь. То есть менде Кегоктың 7 акциясы бар. Оның алдында маған Халықбанктың акциясынан түскен. Ол қателеспесем 19 август күні 110 теңге түскен. То есть Халықбанктың мен есептеп көрдім процентпен. Примерно дивидендный процент годовой 15% екен. Бұл өте тиімді. Егер сіздер Халықбанктың депозитіне салсаңыздар, онда годовой 10% аласыздар. Егер сіздер Халықбанктың акциясын сатып алсаңыздар, то есть акционері болсаңыздар, сіздер годовой 15% аласыздар. Міне сол себепті акция өте тиімді. Бұл біздің қазақстандық шоттың акциясы. Қазір сіздерге американдық шоттың акциясын көрсетейін. Қазір міне мынау біздің американдық шотымыздың портфелі. Балансымызда $103, USD $0.98. То есть дивиденд бізге USD-ға түсіп отырады. Одан кейін астыға түссеңіздер, менде Американың 4 компанияның акциялары бар. Біреуі TNT, екіншісі SGU, Coca-Cola'ның акциясы, одан кейін APD. Coca-Cola'ның акциясы әрине бәріңіз білесіздер. Өздеріңіз ішіп жүрген Coca-Cola'ның акциясы. Оның каждый компанияның бір-бір акциялары бар. Американың акциялары кішкене қымбаттау келеді, сол себепті мен тек қана бір-бірден шетінен алып отырамын. Мынау жерде бізде 4 американдық акциялар тұр. Қазір сіздерге дивидендті көрсетейін. Қандай компанияда маған уже дивиденд түсіп үлгерді. Міне қарап отырсаңыздар, бізге Coca-Cola акциясынан $0.35 дивиденд түскен. Примерно 6 октябрь күні түскен екен. И дивиденд $0.2 осы 2 ноябрь түсіпті. Бұл бізге TNT компаниясынан түскен. Телекоммуникация компаниясынан $0.2, 0.52. Одан кейін налог алынған сразу 0.08. То есть бұл дегеніміз Freedom Finance компаниясы автоматты түрде сіздердің орындарыңызға налогты төлеп отырады. Міне уже налог бізге алып қойды Америка акциясынан $0.08. Осылай қысқаша ғана сіздерге американдық және қазақстандық портфелімді көрсеттім. Егер сіздерге сұрақ туындап жатса, әрине комментарий астына қойып отырсаңыздар болады. Бұл қандай брокер десеңіз, бұл Freedom Finance брокері. Официальный ссылкасын астына қоямын. Астына кіріп регистрация жасасаңыздар болады. Әрине жасыңыз 18-ден жоғары болу керек. Одан кейін, егер регистрация қалай жасайтынын білмесеңіз, мен регистрация жасау видеосын тоже түсірген болатынмын. Оны тоже астына қойып қоямын описанияға. Енді сыйлыққа келетін болсақ, сіздерге осы дивиденд төлейтін компаниялардың тізімдерін беретін боламын. Американдық чемпиондар деп аталады. Бұл жерде 300-ден астам компания бар, который 20 жыл, 30 жыл дивиденд төлеп келе жатыр. Вот сол компания тізімдерін сіздерге беремін. Оны алу үшін осы видеоның астына лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз және менің Зе Құлымбет телеграм каналға тіркеліңіз. Одан кейін Фандю деген менің арнайы чатым бар. Фандю дегенде ол жерде фондовый рынокқа арналған чат общий. Фондовый рынок жайлы чат ашып қойдым. Вот сол чатқа тіркеліңіз. Соны осыны орындап болғаннан кейін маған жазыңыз и мен сіздерге
сол таблицаны сіздерге беретін боламын. Сіздермен болған Зе Құлымбет, келесі жүздескенше сау саламатте болайық. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зе Құлымбет.